Бір адам Мұса пайғамбарға келіп: «Ей Мұса, мен барлық жануарлардың тілін түсінгім келеді. Сен айтауына барғаныңда Алладан менің дұғамды қабыл етуін сұрашы» дейді. Мұса пайғамбар оған: «Барлық нәрсені білу жақсы бола бермейді. Жануарлардың тілін түсінбеуің сен үшін пайдалырақ. Бұл ойыңнан бас тарт» деп кеңес берсе де, әлгі адам бұл өтініштен бас тартпайды. Бір күні Мұса пайғамбар Синай тауына шыққанда Алла тағала оған: «Ей Мұса, әлгі құлымның тілегін қабыл еттім. Ол енді барлық жануарлардың тілін түсінетін болады. Бірақ әр нәрсеге мән бермесін. Әйтпесе бұл оған жақсылық әкелмейді» деп ескертті. Мұса пайғамбар таудан оралғаннан кейін бұл жағдайды адамға айтып, әр нәрсеге араласудың қажетсіз екенін ескертті. Бірақ жануарлардың тілін түсінуге құмар адам бірден қорасына барып, жануарлардың әңгімесін тыңдауға кірісті. Сол жерде есек пен өгіздің әңгімесін естіді. Өгіз есекке: «Ей есек дос, сенің тіршілігің қандай жақсы. Маған жазда да, қыста да тыныштық жоқ. Таң атысымен мені жегіп жұмысқа салады, ал сен болсаң күні бойы еркін жүресің». Есек былай деп кеңес берді: «Бұл сенің ақымақтығыңнан. Ертең таңертең ауырып қалғандай түр таныт. Кешеден қалған жемді де жеме. Сонда иеміз сені науқас деп ойлап жұмысқа қоспайды, біраз демалып аласың». Бұл кеңес өгіздің көңілінен шықты. Ол шынымен кешкі жемді жемей, таңға дейін аш жатты. Ал есек оның жемін жеп алып, қарнын тойғызып алды. Таңертең иесі қораға кіріп, өгіздің әлсірегенін көрді. Ашуланып оны тұрғызуға тырысып еді, бірақ өгіз қимылдамады. Онда есекті жегейік деп иесі есекті жегіп, тартып алып кетті. Есек күні бойы ауыр жұмыстан әбден қалжырады. Кешке қораға келгенде өгіз демалып, мәз-мейрам болып отыр еді. Есек енді басқа кеңес берді: «Ей өгіз дос, сен осылай жата берсең, иеміз сені сатып жібереді. Бүгін менімен бірге болған адамдар сен туралы сұрады. Иеміз: ол жалқау өгіз еді, енді ауырып қалды, ертең базарға барып сатамын деді. Егер ертең де осылай жатсаң, мал соятын жерде боларың анық». Өгіз бұл сөзді естіп, ертесі жұмысқа шығуға мәжбүр болды. Келесі күні адам қорада Әтеш пен иттің әңгімесіне куә болды. Әтеш: «Ертең иеміздің өгізі өледі. Саған жақсы той болады» деді итке. Адам бұл сөзді естіп, өгізін базарға апарып сатып жіберді. Екінші күні ит Әтешке: «Қайдағы той? Иеміз өгізін сатып аман қалды» деді. Әтеш оған: «Уайымдама, ол өгізді сатты, бірақ ертең оның құлы қайтыс болады. Құлдың садақасына дастархан жайылады, сен соның қалдықтарын жейсің» деді. Адам бұл әңгімені естіп, құлын да базарға барып сатып жіберді. Ит тағы да той болмағанына ашуланды. «Мені неге алдайсың?» деді Әтешке. Әтеш: «Мен өтірік айтпаймын. Өгізді де құлды да сату арқылы иеміз аман қалды. Бірақ ертең өзі өледі. Сол кезде ең үлкен той болады» деді. Адам бұл сөзді естіген соң қатты қорқып дереу Мұса пайғамбарға барып: «Ертең өлемін бе? Бұдан құтылудың жолы жоқ па?» деп жалына бастады. Мұса пайғамбар оған: «Мен саған бәріне мән берме деген жоқпын ба? Егер сен өгізді сатпағанда, ол өлер еді, қиындық сонымен аяқталар еді. Бірақ сен басқалардың шығынын ойламай, өз пайдаңды ғана көздедің. Өзгелерді ойламаған адамның жағдайы осындай болады» деді.